Армысыздар, құрметті тыңдармандар, ардама қош келдіңіздер. Тағы да бір жаңа туындыны сіздерге ұсынсам деп отырмын. Осы әңгімеге өздеріңіз тақырып қойып берсеңіздер, пікірде қалдыра кетсеңіздер. Ұйқыдан көзін ашқанда таң енді атып келеді екен. Түнде кеш жатса да тұрып қалды. Өмірзақ әлі келмеген. Еш болмаса таңға жоқ келіп қалар деген үміті де болған еді. Көңілі түсіп біраз отырды. Жуынып, шайынып, таңғы асын ішті. Шулап жүріп балаларды мектепке кетіп қалды. Еш нәрсе істеуге зауқы жоқ. Үй ішінде құр сенделіп жүрген кезде сағат 10-ға таман Өмірзақ келді. Есіктен кіргеннен сұраулы көздерімен қарап тұрған әйеліне мән берместен бөлмесіне кірді де жата қалды. Сол жатқаннан түс ауғанда бірақ тұрды. Жұмысқа да бармады. Күйеуінің өзгеріп жүргенін байқаған Айжамал көңілі түсіп алаңдай бастады. Келесі күні көршісі әрі құрбысы Жадыраны шақырып алды. Шай ішіп отырып: "Сенің Дарханың Өмірзақпен бірге көп жүреді ғой, менің байым туралы бірдеңке білетін шығар. Саған әңгімелерін айтпайды ма?" дейді. "Иә, айтады." "Шын ба? Не дейді?" "Айтқанда сол былай әдейі айтпайды ғой. Өткенде бір екеуің үйде шығып кетіп бара жаттыңдар ғой." "Қайда?" "Қайдан білейін? Өмірзақ алдыға түсіп алыпты, кетіп барады. Сен жете алмай артынан жүгіріп бара жаттың." Иә, біз ол кезде ана жүрсінің үйіне шақырғанда барғанбыз. Сол кезде Дархан мысқылдап күлген." "Неге?" "Қатынның қасында жүруге ұялады. Қара безіп бара жатқанын деді." "Солай ма? Қойсаңшы, олай емес қой" деп едім, өзі айтқан деді дегенде Айжамал жаман болып қалды. "Шынымен ғой, мына түріңе қарашы, неге ұқсап барасың? Салмағыңды өлшеп көрдің бе?" дегенде Айжамалдың екі беті қызарып, көздері жасаурай бастаған. "Жасың қаншада?" "36-дамын." "36 деген жап-жассың, салмағың 100-ден асады. Өмірзақ әлі жас қой." "Менен ұялады ма сонда?" "Солай сияқты. Енді не істеймін? Арықта." "Қалай? Аузыңа не болса да диета сақташы. Оған менің шамам жетпейді." "Онда осылай жүре бер, саған ұнаса." "Ол мені жақсы көреді. Маған үйленген кезде де мен толық болғанмын. Одан бері 2 бала таптың ғой. Бір 20 килограмм қосып алған шығарсың. Ол мені осылай да жақсы көреді." "Мейлі, өзің біл" деп Жадыра кетіп қалды. Үйдің шаруасымен жүріп біраз алданғандай болды. Түс ауа қайынәпкесі хабарласты. "Айжамал, ертең мамам сендерге бармақшы. Біраз жатып демалсын. Көңіліне қарап, дәмді тамақтарын жасап бересің ғой" деді анасын табыстап. Сонымен ертең енесі келсе, диета, қайдағы диета? Диетаны ұмытып, үйде не бар не жоқ түгендеп түстен кейін базарға шықты. Келесі күні енесі жалғыз келмеді. Қасында кенже қызы Сабира бар. Сабираны үнемі қасынан тастамай алып жүреді. Жасы 20-ға келіп қалса да, Сабира өзінше жүре алмайтын. Аздап ауыратыны бар. Кейбір кездері қызын тастап жалғыз жүргенде мазасы кетіп, бірдеңкеге ұшырап қалмады ма деп алаңдап жүреді. Үйіне жеткенде шынымен де Сабирасы бір жерге құлап, немесе ауырып, үйден қашып, бір жолы қолын сындырып, өзіне бейнет болған. Тек шешесіне ғана бағынатын қыз қалмайтын. Қайын сіңлісі келгенін жақтырмай қалған Айжамал тыртысты да қалды. Соңғы бір келгенде Айжамалдың әлі киіп үлгермеген жаңа көйлегін етек жағын қайшылап тастаған. "Сонша ақшаға алған көйлегім еді" деп жұлқынғанда Өмірзақ "Бір көйлекке бола жыланасың ба? Әперемін тура сол көйлекті" деген. Бірақ әпермеді. Енді тағы не бүлдіреді екен дегендей келгеннен жақтырмаған Айжамал екі көзі Сабирада. Кешкі ас үстінде енесі: "Бұл да менің бір үйім. Осы жолы сендерге ұзақ боламын. Бұйыртса қыстаймыз" деп еді. Талғат пен Нұрлан: "Ура! Мен әжеммен жатамын" деп екеуі таласып жатыр. "О, жақсы болды. Онда Айжамалдың да арманы орындалатын болды" деп еді. "Қандай арман?" деді. "Жұмысқа шығамын" дейді. "Балалармен отыратын адам таппай жүрген." Жұмысына шыға берсін, Сабира екеуміз қараймыз" деді. Айжамал өзінен бұрын сөйлеген күйеуіне бір, енесіне бір қарап отырып қалды. "Жұмысқа шығамын, үйде отырып жалықтым деген рас, бірақ осылай аяқ астынан мәселе шешіледі деп ойламаған. Шындап келгенде жұмысқа шыққысы келмейтін сияқты. Үйде отырып әбден үйреніп алыпты. Ерте тұруды айтсаңшы." "Қайдан ғана келе қалды" деп енді енесіне жын ұстады.
Ұзақ жатқызбай ертерек кетулеріне жағдай жасау керек шығар деп те ойлап қойды. Өмірзақ дүкендерге сусын таситын газель айтайды. Арасында үйге сол газельмен келе салатыны бар. Бастығымен жақсы тіл табысып алған. Ол кейде баратын жерлеріне де барып келеді. Ертең жұмыстан ерте шықсам қалаға барып келемін дегені сол еді. Айжамал жабысы кетті. Мен де барайыншы. Не бар саған? Көміліп үйде отырғаным қашан? Үйде апам бар ғой деп қоймады. Жарайды, онда тамағыңды жасап кет деді. Жан таласып жүріп тамағын жасап, балаларын енесіне табыстап, енді Өмірзақпен бірге қалады үш. Әбден кеш болғанда үйге қайтады. Қайтар жолда, жол бойында бір бойжеткен қол көтеріп тұр екен. Ала кетейік, автобустар тоқтап қалған шығар. Ендігі деп Өмірзақ тоқтай қалады. Қыз мәз болып Айжамалдың қасына отыра қалды. Сәлеметсіздер ме, рахмет аға. Жарты сағаттан асты, тегі ешкім тоқтамайды деді аңқылдап. Кеш болды ғой, түнделетіп жүруге қорықпайсың ба? Деді Айжамал. Өзімді кеш шыққаныма өкініп жатырмын деп сөмкесін ашып айнасына қарады. Шашын тарап, терін тістеп қояды. Көйлегінің етегі қысқа екен, тізеден жоғары сырылды. Оған ол мән бермегендей сөйлеп отыр. Аға, қай ауылға барасыз? Мына талға жақсы болды ғой, мен де сол ауылға барамын. Орталықта түсіп қаламын. Әпке, сіз қай жерден түсесіз? Деді Айжамалға қарап. Біз бірге түсеміз, бір үйде тұрамыз деп еді. Кешіріңіз деп Айжамалға көздерін бақырайта бір қарады. Қатыны ма, мынандай красавчиктің қатыны осындай болады ма дегенде таңғалғанын жасырмады. Енді дымы шықпай орталықтан түскенше сөйлемей тыныш отырды. Тек түсіп бара жатып, рахмет аға, сау болыңыздар деді. Бұл кезде Айжамал ұрысуға дайын отырған. Байына қазір сөйлеп қалмаса, үйде енесі бар, дауыс шығара алмайды. Жұмысың жақсы екен. Тасығаның қыздар. Енді түн ішінде жол бойында тастап кетеміз. Адамгершілікке жатпайды ғой. Не көп, мәшіне көп. Бірі болмаса біріне отыратын еді. Сен де түйме дейді, түйедей қылмай отыршы. Көзін сүзіп, ағай деп өліп барады. Не қызғанасың ба? Қыздар қарайтындай түрім бар әлі, деп мәз болып күлді. Онысы Айжамалға ұнамады. Одан сайын ашуланып, саған керегі сол болып тұр ғой. Мен қасында болмасам не істер едің? Деді шүйлігіп. Көрер едім, деп одан сайын әйелінің жынына тигеніне мәз болды. Үйге кірген кезде Айжамал ашуланып жатып қалады. Түнде ашуланып кірген Айжамал байқамаған екен, ертеңде тұрса ас бөлмедегі жердегі палас жоқ. Бұл қайда деп іздесе, сыртта далада жиналған қалпында жерде жатыр екен. Мұнаға не болған деп еді баласы Талғат. Кеше Сабира тәте ішіп отырған тамағын төгіп жіберді. Былғанып қалған соң әжем шығарып тастады деді. Жақсы болыпты, күннің суында палас жуайын ба енді деп жұлқынып Өмірзаққа барды. Ақша бер маған деді. Түсінбей қараған Өмірзақ, айлық әлі алмадым деді. Онда ана палас солай жатсын, сен айлық алғанша деді. Кешке келгенде өзім жуып тастаймын, бұлданбашы деді. Олардың әңгімесін естіп отырған енесі түске таман паласты сыртқа шығарып өзі жуа бастайды. Талғат балам, ана ысыған суды маған әкеліп бере ғой деп. Апа, не істеп жатырсыз? Жуып жүрген палас қой, қазір өзім ағы жуып тастаймын. Отыра беріңіз, одан да Сабираға ие болсаңызшы, бүлдірмей тыныш отырсын. Ана шкафтың ішін ақтарып тастапты, мен жоқты. Не іздеген деп паласын өзі жуа бастады. Жұлқынған келіннің қимылынан ыңғайсызданып қалған кемпір артқа шегіне берді. Түскі аста бүрісіп, алдындағы шайын іше алмай отырған енесін көрген Айжамалға күш бітіп, әпер ана табақты, сындырасыңдар деп, баласын қолындағы табағын жұлып алды. Мектептен келген соң адамға көмектескенді білмейсіңдер. Ана есіктің алдын жинаңдар барып, жапыраған сыпыр соңында өртеп тастаймыз. Не әкең қарамайды, не сендер қарамайсыңдар. Тура бір алқаштың үйі сияқты деп сөйлеп отыр. Өзінің бітірген түгі жоқ. Істегені бір тамақ, андығаны Сабира болды. Сабира болса өз әлемінде, өзімен өзі сөйлеп отыр. Не ойлап отырған адам түсінбейді. Үнемі тырнағын істеп отырады да қояды. Бір кезде енесі қызын киіндіре бастады. Жылылап бас киімін кеудесін кигізіп сыртқа алып шықты. Сыртқа апарып күн түсіп тұрған жерге апарып отырғызып қойды. Өзі балалардың қасына барып жапырақты сыпыра бастады. Дүкенге бармақшы болған Айжамал қастарынан өтіп кетті. Мұны сыртта қарап тұрған көршілер Айжамалға қарап бастарын шайқады. Көрші тракторшының әйелі қасына тұрған әйелге жардай болып семіріп, қайда барады? Жүрісін қара, жарасса бір жөн.
Ана енесіне жаным ашиды. Ауру қыздың арқасында балаларына сыймай осылай жүреді ортада. Айжамал қанша күн сыйғыздырады екен? Өткізіп тастамай ма екен? Мен де шыдамас едім. Ана байқұс қимайды да, көзі кеткен соң балалар өткізеді. Құдай басқа бермесін деп екеуі күйбелеңдеп жапырақ сыпырып жүрген кемпірге қарап әлі тұр. Кешке Өмірзақ келіп балаларын мақтай бастады. Есіктің алдын жақсылап жинап қойыпсыңдар, жарайсыңдар деді, балалардың басына сипап. Айтсаң істейді, айтпасаң қайдан істесің? Сенде де сондайсың, деді өзіне бақырая қараған әйеліне. Апамның келіп жатқанына неше күн бір ет тассаң болады ғой. Тоңазытқышты етке толтырып қойғандай болдың ғой. Бар да ал, ертең сорпа ішейік. Өзіңнің анаң келсе, сол күні алысасың. Менің анам келген күні кетіп қалады, сол үшін асамын. Оны мен не демексің? Сен қатын жыныма тиме. Саған қырсыққанда анамды ешқайда жібермеймін, қолымда болады. Өзінің үйі бар емес пе? Болса қайтейін? Бұл да өз үйі, келін онсыз да ауру шамасы жоқ. Өзінің бала шағасына қарап алса да жаман емес. Ертең ет ас, көп сөйлемей деді. Күйеуінің бір сөзіне жыны ұстап қалған Айжамал үнсіз қалды. Осы күндері әйелінің ерекше семіріп алған Өмірзақ ұнамай жүр. Қасында отырғанның өзінде ырсылдап демі шығып отырады. Жүрген жүріс дейіпсіз, киген киімдерде тартысып, үстінен бір иіс шығатындай. Өткенде көрші Дархан: "Осы сен қатыныңды қалай семіртесің? Менікі тегі қу сүйек. Екеуің жалпы жарасасыңдар" деп қарқылдап күлгені бар. Өткенде жолда алған қызды тағы да бір кездестірген. "Аға, сіз ба? Өткенде сізбен бірге жетіп алып едім ғой" деп аңқылдап тұр. Баратын жерге жеткенше екеуі біраз әңгіме айтып тастады. Мінезі ашық, аңқылдап қалған қыз екен. Бір кезде: "Өткенде қасыңызда отырған әйеліңіз ба? Мен бір үлкен апа екен деп қалған едім. Үлкен көрінеді екен" деп бір күлген. Келесі күні Айжамал ет асты. Көптен бері сорпа ішпеген, рахаттанып қалған Өмірзақ дастархан үстіндегі үнсіздікті жақтырмады. Әшейінде аңқылдап отырып әңгіме айтып отыратын анасы да көңілсіз бе бірдеңке. Қасында отырған Сабираға өзі жемеген етін беріп, сорпасын суытып беріп отыр. Екі бала баяғыда тұрып кеткен. Айжамал болса бір сүйекті мүжіп отыр. Қолынан сырғи аққан майды да елер емес. Арасында сорпаны сораптап ішіп қояды. Әйеліне қарап отырып көңілі түсіп кетті. Үнсіздікті бұзып: "Апа, биыл соғымды ертерек алайық. Кеше келісіп қойдым. Дұрыс болған екен. Алатын кезде айтасың ғой, ақшамды дайындап қоямын." "Ақшаңыз керек емес. Айжамалдың жинап жүргені бар. Ол ақшаңызға әдемі бір көйлек алып берейін." "Оны киіп қайда барамын? Көйлегім жетеді. Сабираның пальтосы ескіріп қалып еді. Қызыма пальто әперейін" деді. "Апа, менің былтырғы пальтом болып қалады. Сабираға ақша шығарып қайтесіз" деп еді. Енесінің көзі бақырайып кетті. "Сенің пальтоңа Сабира түсіп кетпей ме? Оны кию үшін 3 Сабира керек шығар" деп қарқылдап күлді. Өмірзақ қызарып кеткен Айжамал орнынан тұрып кетті. "Мені мазақтағаннан басқа ештеңе білме. Тағы нең бар, айта алмай жүрген? Өтірік па? Сен өзіңді айнадан көрдің бе? 44-ші размер киетін Сабираға пальтоңды тығып" деп одан сайын күлді. Бұл жолы Өмірзақтың мысқылдап күлгені көңіліне қатты тиіп, кәдімгідей ашуланады. Алғаш рет айнадан өзіне қарап ойланып қалады. Екеуі бір оңашада қалғанда Өмірзақ: "Сен осы арықтайын деп ойламайсың ба?" деді бірден. "Арықтай алмаймын, күшім жоқ. Жұмысқа шық, үйде отырып тамақ жей бермей. Мені кім жұмысқа алады? Онда өзің біл, мен тоқал аламын" дегенде Айжамал ыршып түсті. "Тоқал алсаң, мен бұл үйде тұрмаймын. Тіпті жақсы кете бер. Сен мені қуып жатырсың ба?" "Арықта деп жатырмын, қарашы түріңе. Қасыңда жүруге ұяламан. Сен әдейі айтып жатырсың." "Әдейі емес, ары жатшы. Ана бөлмеге барып жатар едім, апамнан ұят" деп көрпені өзіне тартып алды. Ертеңінде таңғы асын ішпестен кетіп қалды. Айжамал ұлдарына шайын беріп мектепке жіберді. Қасына келген енесіне: "Апа, Өмірзақ тоқал алам деді" дегенде енесі: "Сен оған алдыртып қойып қарап отырасың ба?" деді. "Мені семіріп кеттің" дейді. "Қалай арықтаймын? Тамақты аздап ішсең арықтайсың. Нанды көп жеме, керісінше суды көбірек іш. Айтуға оңай. Онда байыңнан айырыласың. Менің балам әрлі адам, байсыз жүрген қатындар көп" деп сөйлеп отыр. Айжамал ойына бірдеңке түскенде асығыс үйден шығып кетті. Дәріханаға барып арықтататын дәрілер бірнешеуін әкелді. Оларды бірінен соң бірін ішіп, енді тамақ ішпей аш жүре бастады.
Күндер өтіп жатыр, күнде тұрып салмағын өлшейді, бірақ көңілі толмайды. Салмағы орнынан қозғалар емес. Қыстың бір күндерінде көршісі жадыра: сенің өмірзағыңды көрдім, қасында бір қыз бар, екеуі көңілді. Сен қайдасың? Мен міне қалаға кетіп барам, жолдың бойында тұрмын. Әдемі қыз екен. Екеуі келісіп алғандай тұрған жерінен келіп алып жетті, деді. Айжамал тұтқаны қоя салды. Жүрегі қысылып барады. Көздері қарауытып, тынысы жиіліп отыратын жер іздеді. Бір кезде баж еткен дауыс шықты. Артынан не болды? Не болды деп айғайлап кірген енесі бірдеңкелерді тарсылдата бастады. Сабира болса бажылдап әлі жылағанын қоятын емес. Айжамал бөлмеден шықса, ас бөлмеде енесі Сабираның қасында бәйек болып жүр. Құдай-ай, десеңші, басыма берілген бейнет болдың ғой, не болды мынау енді? Құдай-ай, не істесем екен деп еңкілдеп жылап жүр. Сабира болса екі қолын ербеңдетіп дірілдеп тұр. Газдың үстінде тұрған ыстық шәугімді суды үстіне қалай төңкеріп алған белгісіз. Қолы қызарып кеткен, киімін шешу керек деп Айжамал шешіндіре бастады. Үстіндегі киімін шешкенде денесінің біраз жері күйіп қалған екен. Қолын сермеп бой бермей тұрған Сабираны шешіндіріп тұрған кезде Айжамалдың өзі де құлап бара жатты. Дәу денесімен жерге гүрс етіп құлағанда енесі: ойбай, мынаға не болды, Құдай-ай, не болып кетті өзі деп кемпірдің есі шықты. Үйге жүгіріп кірген немересіне: көршіні шақыр, көршіні, деді. Анасының жерде жатқанын көрген бала бірден ештеңке түсінбеді. Мамалап анасына жабысты. Енді енесі өзі көршіге қарай жүгірді. Айжамал көзін ашқанда қасында дәрігер отыр екен. Көзін ашты, деді. Басы сынып ауырып бара жатқан Айжамал дәрігерге қарады. Соңғы рет қашан тамақ іштіңіз? Сіз әлсіреп қалғансыз, деді. Мына түріңізбен ауырып қаласыз. Қандайда бір дәрі ішіп жүрсіз бе дегенде Айжамал өзінің құлап қалғанын түсінді. Сабираға да көмек көрсетіліп жатыр екен. Екеуі бірдей есімді шығарды. Мұнай көрші болмағанда не істер едім деп енесі бәйек болды. Дәрігерлер кеткеннен соң қасында отырған көршісі: арықтап жүрген түрің ба? Бұлай арықтауға болмайды ғой, жындысың ба? Ертең ауру боласың. Дәрігерге бармайсың ба, деді. Кешке Өмірзақ есіктен кіргеннен баласы болған жағдайды айтып берді. Әйеліне қараған ол ештеңке демеді. Анасы Сабирамен алысып күйген жерлеріне май жағып жатқан. Қастарынан өтіп бара жатып: апа, күйгенді орауға болмайды ғой, ашық ұстайды, деп еді. Мынау тыныштық бермейді ғой, қасып шұқып тастады, міне қара, тырмалап тастады, деп қызының басынан ұрды. Өмірзақ үйден шығып кеткен қалпы сол түні келмеді. Таңға жуық екі көзі ісіп тұрған Айжамал: осы мен не істеп жүрмін, өзімді өзім қинап, неге жанымды қинаймын деп ұзақ отырды. Ас бөлмеге барып шайын қойып, тойғанша ішіп алды. Екі ұлын тұрғызып мектепке жіберді. Енесіне шай беріп отырып, енесіне: апа, мен кетемін, деді. Көтек, жайша ма? Балаңыз тоқал әкелмейінше өзім кеткенім дұрыс. Енесі бетін шымшылап: осылай беріле саласың ба? Адам деген күресу керек қой. Ана екі бала неге ойламайсыңдар? Сен бұл әңгімені қой, мен онымен сөйлесемін кешке келген соң, деп келініне сұраулы көздерімен қарап қояды. Не дейсің дегендей: керек емес, сізді ортаға салғаным ұят шығар. Мен оны күштеп ұстап тұра алмаймын ғой. Ойына келген істесін, деп өзінше шешім қабылдап қойды. Сол айтқанмен бір апта жүрді. Мүмкін күйеуінің өзіне деп көңіл бөлер деген үміті болды ма? Бірақ Өмірзақ сол үйге келеді, үн-түнсіз кетеді. Тіпті Айжамал бұл үйде жоқ адам сияқты. Айжамал да мінезі тұйықталып алған. Айғай шу шығарудың орнына үнсіз отырады. Қызымен алысып жүрген енесі баласымен де сөйлеседі. Сен өзің не істеп жүрсің? Ана екі ұлды неге ойламайсың? Апа, сіз неге араласасыз? Қарап отыр дейсің бе? Екеуінің ортаңда жүріп жалтақтап өлетін болдым. Қайсыңның көңіліңе қараймын? Жүгермек. Апа, менің өміріме араласпай тыныш отырыңызшы. Кетемін онда мен. Қабағыма қарап, өзімді кінәлі санап, тыныш отырып шайымды ішпейтін болдым ғой. Өзіңіз біліңіз, маған бәрібір. Ей, ол екі балаңның анасы ғой. Кезінде өзің тауып қосылғансың ғой. Апа, араласпаңыз. Мен сізге жас бала емеспін, ақыл айтатын, деп тыңдамай кетіп қалды. Алыстан сөздерін естіп тұрған Айжамал екі иығы селкілдеп жылап тұрады. Осы сөзден кейін қалуды жөн санамаған Айжамал енесімен қоштасып кетіп қалады. Апа, менің баратын жерім жоқ. Ағамның үйіне сыймайтынын білем. Сондықтан екі балам сізге аманат. Есімді жинап, бір жерге тұрақты орналасып алған соң келіп алып кетемін. Ол не дегенің, қайда барасың? Бұның барлық уақытша дүние, бір күні есін жинап қояды.
Еркектің барлығы сондай. Мен жүрегімді ауыртып, оның қойғанын күтіп жүремін ба? Сонда оған менің шамам жоқ. Балаларымды міндетті түрде алып кетемін. Өгей шешелеріне тастамаймын деп, балалар мектептен келмей жатып кетіп қалады. Қалаға келіп, пәтер жалдап тұрады. Әйтеуір базардың бір шетінен жұмыс табады. Өмірзақ артынан іздеп келмеген соң үмітін үзіп, балаларын сағынып, күндері өтіп жатады. Өмірзақ болса бірден үйлене қоймады. Анасының кетіп қалғанын білген ұлдары әкелерін кінәлап, сен қуып жібердің мамамды, сен қуып жібердің, мамама барам деп жылап, сабақтарына бармай жатып алады. Әжелеріне де көнбей, әкелеріне сөз қайтарып қырсығып, мазалар кетеді. Сендерге жаңа мама келемін, әдемі, жас, жақсы мама болады деп әкесі айтқан түні Талғат үйден қашып кетеді. Күн ұзақ шулап іздеп жүріп әрең табады. Енді болмаған соң екеуінің сағынышы басылғанша деп үйленуді артқа шегереді. Жұмысқа шыққан бірінші күні бастығы Гүлбану: мына жерлерді жақсылап жу, терезені де жуа сал, кіреберіс үнемі таза тұратын болсын. Әсіресе жаңбырлы күндері жиі сүртіп тұрасың. Есіктің сыртында сыпырып, қоқыс жәшігін төгіп тұру сенің міндетің деп тәпіштеп түсіндіріп жатыр. Өзі Айжамалға сенімсіз көзбен қарап қояды. Мынандай денесімен қалай қимылдайды деген шығар. Базар қасындағы шағын кафеге адамдар көп келеді екен. Күн ұзақ тынымсыз жұмыс істеген Айжамал кешке сеспей қатты. Екі баласын сағынып Өмірзаққа деген реніші күшейіп, бір сарынды өмірі өтіп жатады. Ауыр болса да жұмысына төселіп үйреніп қалады. Тамақты аз жеуді әдетке айналдырады. Арасында жүгіріп спортпен айналысқысы келеді, бірақ оған уақыты жоқ. Таңның атып, кештің қалай батқанын білмей қалатын күндер болады. Сонда да арасы бір 4-5 айдың ішінде денесінің жеңілдеп қалған байқайды. Бір күні базарда ауылдасын жолықтырады. Амандық саулықтан соң: менің екі баламды көріп тұрасың ба деп сұрайды. Иә, балаларың аман есен, енең жақсы қарап отыр. Сол енем үйге келген кезде жақтырмаушы едім, қадірін білмеппін ғой. Иә, келіндер енені жау көреді ғой. Байыңды сұрамадың ғой. Оны қайтемін сұрап. Үйленіп алған шығар? Жоқ, үйленбеді. Неге? Ана қатыны қайда барып жүрген? Ол Өмірзақты алып кетті. Баласы, байы бар екен. Байы келіп Өмірзақпен төбелесіп, қатынды саған бермеймін деп қырғын шығарған екен. Содан қайтып оған жоламай қойған. Ал сауап болған екен онда оған. Сен қайтып барсаңшы. Ол сенің де үйің ғой. Екі балаң бар. Мен қайтып барғаныма қуанады дейсің бе? Балаларым қуанар, Өмірзақты қайдам. Енді қатынсыз қалды. Өкініп жүрген шығар. Балаларын анасынан айырғанынан дұрыс емес қой. Жоқ, бармаймын. Қайтадан жүрегімді ауыртқым келмейді. Мен барғанда қуанса жақсы. Неге келдің десе қайтемін. Қазірдің өзінде жүрегім ауырып кетті. Білесің бе, өзіңнің сүйген адамыңа керек болмай қалғанын білген қандай жаман сезім. Өзіңді кемсітіп, жаныңды жеп қоясың. Өзіңнен де кінә бар. Жардай болып семіріп алдың. Сонша неге семірдің? Айтуға оңай, әдейі семірді дейсің бе? Көрдім ғой тамақ жегенді. Тамақпен дос болдың, байыңды ойламай. Мен аздап арықтаған сияқтымын. Осы күндері денем жеңілдеп қалған. Арықтап жатырмын. Арықтасаң, онда қайтып бар үйіңе? Жоқ, бармаймын. Өмірзақ өзі мені іздеп келеді деп тұрсың ба? Келмейді. Менің жүрегімді ауыртып, рахаттан келіп тұр ғой, оны күтіп жүрген мен жоқ деп ренжіп қалды. Бірақ Өмірзақ Айжамалды іздеп келмеді. Айжамал үйге қайтып бармайын деп өзінше болғанмен іштей үмітті болды. Күйеуім ойланар, балаларының анасы деп балаларына жаны ашып, сағынып келіп қалар деп іштей күтіп жүреді. Күн өткен сайын келмеген соң, одан сайын жаман болып өзін өзі жеп жібереді. Неге соншалықты мені кешірмейтіндей, мен жаманмын ба деп өзін жек көріп кетеді. Айнаға қарап тұрып өзінен өзі жиіркеніп, жаман күйзеліске түседі. Жұмысына бармай жатып алады. Қанша күн жатқаны белгісіз, ішіндегі бір күйігі тарқап, босап қалды ма, есін жиып жұмысына шығады. Тек бір жыл өткенде ғана екі баласын ертіп Өмірзақ келеді. Екі баласын көріп қуанып, мәре-сәре болады. Балалар мамалап, анасын аймалап, арасында бір күріп, бір жылап алады. Көзінің қиығымен Өмірзаққа да қарап қояды. Бір қызығы, оның Өмірзаққа деген түк сезімі қалмаған екен. Жүрегі кішкене болса да селт етпеді. Сезімі суып қалған екен. Жай бір таныс адамды көріп тұрғандай күйде болды. Іштей бір тебіреніс жүрегінің сыздағанын байқамады. Өмірзақ та Айжамалға қарап қояды.
Әйелі бұрындағыдай домаланып, көздері сығырайып, екі аяқ-қолы тұмардай емес, белі шығып, көздері ашылып, әдемі болып қапты. Шашынды өсіріп, киім үлгісінде өзгертіп алған екен. Қимылы да ширақ, дауысы да жарқын шығады. Екі ұлын аймалап өліп жатыр. Қайтарда Өмірзақ Айжамалдан кешірім сұрап үйге қайтуын өтінді. Осыдан 1 жыл бұрын мен күткенде неге келмедің? Енді саған қарайтын басқа қатын таппадың ба? Уақыт өтіп, бетіңнің әрі кетіп, шал болғаныңды түсіндің ба? Қартайғаныңда жалғыз қаламын деп қорқасың ба? Деп ішінде сақталып қалған бір ойын айтып тастады. Балаларымды өзіме тастап кет, мен қазір есімді жиып, асырайтын жағдайға жеттім. Енді өзім қараймын дейді. Қайтуға көндіре алмаған Өмірзақ екі ұлын тастап, сағы сынып кері қайтады. Ұлдары келіп тұрып, жатқан пәтерін ауыстырып, басқа жұмыс іздеп, енді Айжамал өмірдің басқа бір парағын бастап кетеді. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдармандар, әңгіме ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер, осы әңгімеге өздеріңіз тақырып қойсаңыздар.